Қазақстандық проспект Жәнібек Әлімханұлының 27 ақпан күні Алматыда өтетін бокс кешіне қатыспайтындығын сан-саққа тарап жатқанда Қазақстайл бір үлкен ұрысты бастады. Ол Twitter желісінде британдық боксшы Лиам Уильямспен сөзге келіп қалды. Бұл боксшыны танымайтындар үшін айтайын, Уильямс дәл қазіргі сәтте WBO бойынша орта салмақтың чемпиондық белбеуіне заңды үміткер. Ол Деметриус Андрадемен кездесу қарсаңында тұр. Осы ретте айтайын, осы аптада WBO бұл екі боксшының кездесуін саудаға шығаратын болады. Оны кім жеңіп алса, сол кездесуді ұйымдастырады. Ол соңғы рет өткен жылдың қазан айында кездесу өткізіп, отандасы Эндрю Робертсонды нокаутқа жіберген болатын. Осынан соң ол бірқатар чемпиондарға шақырту тастады. Араларында Геннадий Головкин де бар. Сонымен Жәнібек пен Уильямс арасындағы дау қалай басталды? Лиамның кезекті постының астына жанкүйерлердің бірі Қазақстайл Жәнібек Әлімханұлымен кездесу өткізуге қалай қарайсың деген пікір қалдырды. Бұған Уильямс ол әлі мұндайға дайын емес деп жауап берді. Осы сәтте әңгімеге Жәнібектің өзі килікті. Сен шынымен айтып тұрсың ба? Мен сені танымаймын, сен ешқандай чемпион емессің. Мен тек чемпиондармен жолғамын деп жазды қазақ. Бұған да жауап көп күттірмеді. Мен шынымен айтып тұрмын ба? Сен қайдан шыға келдің? Мен сен туралы ештеңе естімеппін. Сенің 9-0 рекордың туралы да білмеймін. Тағы бірнеше джорнемендермен жолығып кел, сосын ғана менімен сөйлес. Мөшек деп жауап берді. Осымен әңгіме аяқталды. Әзірге Жәнібек тарапынан ешқандай жауап болмады. Мұны не үшін айтып отырмын? Жігіттер, бұл сен қозғалғанын білдіреді. Әйтеуір Жәнібек болашақ қарсыластарының бірімен байланыс орнатты. Енді мұны дамыту ғана қалды. Өздеріңіз білетіндей, Жәнібек Деметриус Андрадеге талай рет шақырту тастаған болатын, бірақ ол жауап бермеді. Енді сол Андраде Лиам Уильямспен жолығады. Ал бұл сында кімнің жеңіске жететіндігін білмейміз ғой. Лиам оңай шағылар жаңғақ емес. 23 кездесуде жеңіске жетіп, 18-ін нокаутпен аяқтаған. 2 рет жеңілген, бірақ оның екеуінде де отандаса Лиам Смиттен алды. Ал Смит WBC-ден белбеуі бар боксшы. Демек, Уильямстың Андрадені жеңетін мүмкіндігі бар негізі. Олай болатын болса, Жәнібек бұл тақырыпқа қайта қозғайтын болады ғой. Бір сөзбен айтқанда, бұл болашаққа жасалған қадам секілді. Ең бастысы, Лиам Уильямс енді Жәнібекті жақсы таниды. Ал жаңаған айтып өткен Лиам Смит тұтып, оның еншісіндегі WBO белбеуін ұтып алған мексикалық Хайме Мунгуя мен Геннадий Головкин арасындағы кездесу шынайы кейіп ала бастады. Кеше ғана ESPN журналисті Сальвадор Родригес бүгін бұл кездесуді ресми түрде жариялаймын деген жазба қалдырды. Ол қаншалықты шындыққа жанасады, оны жақын уақытта білетін боламыз. Мунгуя Головкин сыны мамыр айында Синко де Майя мерекесінде ақш-та өтеді деп ертеден-ақ хабарланып келеді. Жалпы бұл боксшылар 2018 жылы жолығатын еді, бірақ ол кезде Невада штатының атлетикалық комиссиясы Мунгуяға тәжірибесі аз деп кездесуді бермеген болатын. Енді біз бұйырса осы бір жарқын сынды көріп қалуымыз ғажап емес. Ал Головкин Канело трилогиясына келер болсақ, мұнда Канело шындығын айтқанда аздап қаз қуып кеткен секілді. Қайдағы жоқ, есімі таныс емес түркиялық қарсылас ретінде тауып алды. Тағысын тағы деп ол өзіндегі билікті әлсіздерді ұту арқылы сақтайтын түрі бар. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Осы бейне материалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болғай.